бесікті насихаттап, бесікті көбінесе таратып жүрген осындай бір ұстаздар, шеберлер, кәсіпкерлер жеткілікті. Солардың бірі дәл қазір студиямызда сонау Шымкенттен аты артылып келген ол Ілияс Әмірзинов. Ілияс, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, қайырлы таң, көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді Ілияс мырза, сіз кәсіпкерсіз, неліктен бесікті таңдадыңыз? Бесік сатамын деп бесік деген өйткені мен өзіме жақын болды, жан дүниеме жақын болғаннан кейін, осындай бірдеңе іздеп жүргеннен кейін, осындай жиналмалы бесіктерді шығара бастадық. Яғни көп негізінде бұл бесік болған, бірақ оны жиналмалы қылып шығарған ешкім болмаған еді. Сондай жағдай осындайда ойлап тауып, бұндайда бұл бесікті жинап, сумкасына салып қоюға болады. Өзімен алып жүрге болады. Солай ма? Бесікпен айналысқан кәсіп пайдалы ма? Сол жағынан керекші? Иә, өте пайдалы бесік. Өйткені күнде сәбилер туылып жатыр, қазақтар туылып жатыр. Жалпы бұны тек қана қазақтар емес, басқа да мұсылман елдерде алады бізден. Мысалы, Турциядан алады, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан да бізден осыларын алады. Жақсы кәсіп деп жатсыз. Күніне қанша бесік сатасыз? Көп дегенде, аз дегенде? Ең аз дегенде 3 бесік сатамыз, әрі 10-ға дейін бара береді. Әр бесіктің бағасы шамамен қанша? 35 мың теңге болады, жиналмалы бесік. 35 мың теңге. Бұның еще бір сумкасы бар ғой, сумкасымен қосып береміз. Керемет кәсіп шынымен. Жиналмалы дедіңіз, жаңа осыны жинап көрсете аласыз ба қазір? Жинағанда бұл негізі ортасынан шешіліп, бұлай раскладушка болып жиналады. Мен сіздерге қазір бұның жасауына көрсетейін. Жасауын да біз тігеміз, өзіміз тігеміз. Мінекей. Құрметті көрермен, міне өте әдемі бесікті бетіне жабатын жабындары, шілтерлермен бұны тігіншілер жасайды. Білуімізше қарамағымызда 6 тігінші бар екен, иә? Иә. Құрметті көрермен, 6 тігіншісі, 4 шебері бар кәсіпкер, бірден бесікті осындай кәсіпке айналдырып отырсыз. Шынымен де көпке үлгі болатындай дүние, әрі қазақты насихаттайтын. Енді қазір не істеп жатсыз? Қараңыздар, қазір бізде бұның матрасы болады, бас жастығы, бел жастығы, аяқ жастығы деп бөлінеді. Және мынау жамылатын, қыста жамылатыны. Сосын қазір айтады ғой, бесікке жатса басы жалпайып қалады дейді. Оның біз шешімін таптық, яғни арты бесікке жастық қосатын болғанбыз. Осыны қоятын болса, ешқандай да басы жалпаймайтын болады. Байлайтын белдігі ол бөлек, иә? Иә, оның бәрін қазір көрсетемін сіздерге. Мінекей. Қараңыздар. Қандай әдемі жабындылар, иә? Шынымен де өте таза турецкий велюрдан тігілетін болады. Қазақи оюмен тігілуге болады. Қазіргі таңда мынау құрақпен тігілген. Көріп тұрмыз, бірден тігіншілердің бар өнерін салып, әдемілеп жасаған шынымен. Жабындылардың мына жерінде тесігі бар екен, жаңа ұстайтын қайттан. Құлағына арналған. Қандай керемет. Енді құрметті көрермен, айта кетейік, Ілияс мырза сонау Шымкенттен келіп отыр. Дәл осы кәсіпті көрсету үшін, айналысып жатқан дүниесін көрсету үшін, шынымен де айтуға тұрарлықтай өте әдемі етіп жасалынған екен. Мынау жаздық торы деп аталады. Бұны енді бесік тойларға көбінесе қолданады. Бесік тойларда осындайды қолдануға болады. Ар жағында жатқан көрпеше ол анасының астына, иә? Отырып тербеткенге арналған, емізгенге жақсы. Барлығына дейін ойластырып қойған екенсіздер, енді керемет шынымен де. Идея кімдікі негізі? Негізі идея өзімдікі ғой, басында негізі қарапайым бесіктер сатқанбыз. Одан кейін бұны мысалға көп адамдар пәтерде тұрады, көшеді әрі-бері, мысалға әскери қызметкерлер болады. Соларға арнап осындай жиналмалы бесік қылып негізі ойлап тапқанбыз. Осы қазір енді жиналмалы бесіктердің сұранысы көп пе, әлде бұрынғы ескі бесіктердің сұранысы? Жоқ, жиналмалы бесіктерге өте сұраныс көп, және де мынау тартпасы, екі белбегі десе болады. Және де мынандай өзі тербелмелі жиналмалы бесіктерге сұраныстар өте көп. Онда жасап жатсыз, иә? Енді айтыңызшы, шыны керек қазіргі заманда өзі шайқалатын түрлі аппараттар бар, иә? Балалар жатқызып қояды, шезлонг деп айтып жатады, балалар жатқызып кетеді, өзі шайқайды деп айтып жатады. Енді айтыңызшы, қандай аппаратпен бұл өзі тербетілетін болады? Яғни біз ұлттық дүниемен заманауи нәрсені біріктіріп, осындай өзі тербелетін бесікті ойлап тапқанбыз. Бұны бұрын Серікбол деген мырза ойлап тапқан ең басында, кейін біз соны қазақилап басқаша түрін шығарғанбыз. Яғни бұның аппаратын қоятын болсаңыз, мына жел бесік, негізі қазір бұл жел бесік болып тұр, бұл қолмен тербетуге болады. Ал егер аппаратын орнататын болсаңыздар, бұл өзі тербелетін бесік болып шығады. Аппараттың дауыс қатты шығып баланы оятты? Жоқ, ондай айтады ғой, дыбыссыз тербететін болады, және де бесік жырын айтатын болады. Егер флешкасын қойсаңыз, бесік жыры қойылған.
онда өзінің бесік жырында. Тағы да өзі емізетін болса тіпті жақсы болады десеңізші. Иә, өзі емізбейді, бірақ тербетеді міндетті түрде. Енді айтыңызшы, қанша теңге тұрады аппаратпен бірге? Бұл енді аппаратымен бесігімен 135 мың бағаланып отыр. 135 мың болады. Иә. Дегенмен де қазіргіде өзге де дүниелердің бағасы да сондай болып шығатын Иә, шығар. бұл деген көптеген жаңағыдай аналардың қолын босатады десек те болады. Мысалға жарты сағат, 1 сағат, 3 сағатқа дейін тербете береді бұл. Аппараттың өзі батареямен істей ме әлде 12 вольттық зарядкамен жұмыс жасайды. Арнайы адаптері бәрі болады. Ешқандай зияны жоқ. Иә, тоққа қосылады, иә. Енді керемет, шынымен де туындыларыңызды көріп отырмыз. Тағы да осы бесікті жаңадан бір жаңартамыз деген сияқты жоспарлар бар ма? Әлде бір дизайн өзгертеміз? Иә, дизайндар бізде негізі 4 түрлі дизайны бар. Шаңырағы да бар, майда ою деген сияқты. Немесе клиенттің өзінің заказы бойынша жазуда жазамыз, оюында сол клиентке байланысты өзгертуге де болады. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Сондықтан тіпті жасаудың түсінде оған да жаздыратындар да бар, мысалы руын жаздыратындар бар. Солардың бәрін біз өзіміз жасаймыз. Енді өзіміз шығаратын болғаннан кейін бұның бәрін өзіміз жасаймыз. Енді негізі қай аймақтан тапсырыс көп түседі? Осы енді айтып жатамыз, оңтүстікте салт дәстүр көбірек сақталған, Маңғыстауда деп жатамыз. Негізгі тапсырыс қай? Негізі бізде Алматы қаласынан, Астана қаласынан және Қарағанды қаласынан осы 3 қаладан ең көп заказ түседі. Және Батыс Қазақстаннан. Батыс Қазақстаннан өте көп заказдар түседі. Тамаша. Енді мына бесіктерді өзіңіз алып келдіңіз бе? Шымкенттен алып келдіңіз бе? Иә, Шымкент қаласынан өзім осыны машинама салып алып келдім өзім. Енді сатылып кетсін дейміз, осы жерге алып келгесін құр айтпаңыз. Алғысымызды білдіреміз, Ілияс мырза, кәсібіңіз берекесін бере берсін. Осындай пайдалы әрі еліміздің ұлттық құндылығымызды насихаттайтын қызметпен айналысып жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Рахмет, ұстаздарыңызға да, барлығына да рахмет. Сіздерге осылай насихаттап жүре беріңіздер біздің ұлттық құндылықтарымызды. Ал біз енді өзіміздің қонағымызбен қоштасып, енді жарнамаға кезек береміз.